Қазына капитал менеджмент пен Қазақстан даму банкі тікелей инвестициялар қорын құрды. Қордың 97% негізгі инвесторы Қазақстан даму банкіне тиесілі. Қалған 3% қордың тағы бір серіктесі әрі басқарушысы Қазына капитал менеджменттің үлесінде. Отандық кәсіпкерлерге Қазақстан даму банкінің қаржысы қолжетімді бола түсті. Банк Қазына капитал менеджмент пен тікелей инвестициялар қорын құрып, қаржыландыру жүйесін дамытып отыр. Қордың бастапқы капиталы 33,5 миллиард теңге немесе 100 миллион доллар. Бүгінде басқарушы ұйым қаржыландыратын жобаларды іріктеп алып жатыр. Процесс будет состоять из 3 этапов. Бар үрдіс 3 сатыдан тұрады. Алдымен жобаларды таңдаймыз. Өтініштерді банктың өзіне немесе қорға беруге болады. Алдын ала таңдаудан соң қаржылық, экономикалық сараптама, заңгерлік, техникалық тексерістер өткізіледі. Тәуелсіз сараптама жүргізіледі. Бір жобаны қарау уақыты жобаның дайындығына қарай 3-тен 6 айға дейін. Қазір қордың қарауында жалпы сомасы 400 миллиард теңгеден асатын 10 шақты жоба жатыр. Қордың қаржысына қол жеткізе алған алғашқы компания Атырау нефтемаш зауыты. Қор енді құрылып жатыр. Ал біз өте тез, оперативті түрде жоғары білікті деңгейде барлық тетіктерден өттік. Сөйтіп жаңа қаржылық құйылымға қол жеткіздік. Айналым ақшасының жетіспеушілігі өте маңызды. Атырау нефтемаш машина жасау саласындағы ірі кәсіпорын. Біз тек қана мұнай, газ, химия саласында емеспіз. Біз барлық салада бармыз. Қор 10 жылға құрылған, жобаларды инвестициялау мерзімі 3-тен 7 жылға дейін. Участие в капитале без создания фонда. Қор құрмай капиталға қатысудың өзіндік ауыртпалықтары бар. Банк ақшаны беріп қана қоймайды. Ол ұйымның шешім қабылдау, корпоративті басқару үрдісіне қатысу керек. Ал бұл арнайы мамандар жүргізетін бөлек сала. Яғни банкке бөлек құрылымдар құрып, арнайы бағыттарды ашу керек болады. Бұл оңай шаруа емес, сондықтан капиталға тікелей қатыспаған дұрыс. Оның да өзіндік тәуекелдер бар. Осы тәуекелдерді қор құру арқылы төмендетуге мүмкіндік болды. Біз капиталға кіреміз, бірақ оның қатысушысы өзге мамандандырылған кәсіби ұйым болады. Жаңа қор қосымша қаржыға мұқтаж болып жүрген жобаларға таптырмас мүмкіндік. Бизнесті қолдаудың мұндай тетіктері кәсіпкерлерге әлемдік озық тәжірибелерді қолданып, компанияларының құнын арттыруға жол ашпақ. Айгүл Әдепбай, Бауыржан Жолдыбалин, Астана телеарнасы.